Алдыңғы видеода өрмекші адамға айналған Нұрислам жауыз қылмыскердің сазайын берген болатын. Содан соң мектебіне барып, жан досы Миккимен отысып қалды. Сосын түннің бір уағында магазинге барса, әлгі қылмыскер тағы да кездесті. И, конечно, қылмыскерлердің тағы да сазайын берді. Содан кейін қой, бол, демалайын деп үйіне қайтты. Дәл сол уақытта әлгі қылмыскерлер Нұрисламды іздеп келді. Бірақ олар осы жолы жалғыз келмеген болып шықты. Қылмыскерлер өздерімен бірге Веномды алып келген екен. Ақыр соңында өрмекші адам мен Веном сөзге келісе алмай төбелесті. Төбелестің нәтижесінде өрмекші адам оңбай жеңіліп қалды. Содан кейін қылмыскерлер өрмекші адамды алып кетті. Енді әрі қарай не болады, өрмекші адамды кім құтқарады, қалай құтқарады, бүгінгі видеода көретін боласыңдар. Сосын достар, өтініш, видеоны бастамастан бұрын осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. 120 мың подписчикке сәл ғана қалды. Негіз бар ғой, кеше мен негіз артық кетіп қалдым бар ғой, сол бүгін мен Нұрисламнан кешірім сұрайыншы негізші. Оған да оңай емес, негіз азынан кешке дейін адамдарды құтқару деген, человек паук болу деген оңай емес қой енді. Қанша дегенмен кішкентай кезімнен бастап өскен досым ғой, кешірім сұрайын қазір барып оған деген. Нұрислам, үйіне кіріп шақыру керек өзін. Мынау тағы ұйықтап жатыр ма ол? Туалетте жоқ, мынаяқта да жоқ, тағы ұйықтап жатыр ол бар ғой, құдай біледі бар ғой. Нұрислам, мынау үйінен кетіп қалған ба, жынды ма? Есігін ашып кетіп қалған несі ма? Анау қуама? Аяқта жоқ, мына жақта да жоқ, мына жақ, анау натуре кетіп қалған ба? Үйінің есігін барлығын ашып кетіп қуамай? Нұрисламды қуады, мен Нұрисламмен кездесу үшін деген анау жердің түбінен келдім ғой, шағат автобуспен еще. Өстеді енді бар ғой ше. Қайттан бәйін үйге өзім жаяу, таксиге де ақша жоғын жарайды енді жаяу болса жаяу қайтайын енді, амал жоқ бір үй алыс қой менің деген балам, тоқтай тұршы. Не болды? Не ғой, короче, мынау чемоданым ауыр екен да, сол үймеден апат бастай аласың ба, өтініш сенен? Чемоданым ауыр дейсіз ба? Ата, негізші мен белім ауырады, грижа бар арқамда ше, өзіңіз апара бересіз. Балам, немене бәрі тәрбие көрмегенсің деді ма? Апарып бересіз, мен кетеді. Тәрбиесіз ісі. Ата, қандай тәрбие? Сәл ата, мен сіз башы танымаймын ғой, танымайтын адамға тәрбиесіз деген. Өзіңіздің де тәрбиеңіз оңып тұрған жоқ сияқты ғой, маған тәрбиесіз деп танымайтын адамға айтқаныңызға қарағанда. Балам, өтініш апарып бере салшы. Егер апарып беруге көмектессең, саған бір мороженое алып берем. Мороженое дейсіз ба? Негізші атам мороженеға бола көмектесіп жатыр деп ойлап қалмаңыз. Жарайды, көмектесейші онда. Жарайды. Бұл тез апарып тастау, онда кетті, атынан жүре бер. Не ғой, бермейсіз ба чемоданыңызды? Ойбай, Бұл кетті, атынан жүре бер. Болды, ата. Не ғой, ата, үйіңіз алыста емес шығар, мынау теп тұр негізі. Сәл жүрсең жетіп қаласың. Ол ата, жақын болатын болса, өзіңізге апара салмадыңыз ба? Жап жақын болып жатса. Бір жаман көп сөйлейтін бала екенсің бар ғой. Ата енді бопты, ата, вообще сөйлемеймін. Не ғой, балам, атың кім болады негізі? Ата, сөйлемей деп айттыңыз ғой, сөйлемеймін болды мен. Бір айтасыз енді. Жоқ, ата, ренжіп қалғам сізге, десең ойнап айтам. Ата, атым Микки ғой негізі менің. Сіздің атыңыз кім? Менің атым Док болады. Барлығы мені профессор Док деп атайды. Танысқаныма қуаныштымын. Мен қуанышты емеспін, белім ауырып кетті деп ойнап айтам, ата, мен де қуаныштымын. Ата, қаяққа бара жатырған, пляжға қарай бара жатқан жоқпыз ба? Жоқ, жүре бер сияқтымнан. Бір көп сөйлейді екенсің, сөйлемеш бол. Ата, өзіңіз сөйлеп мен сөйлейтін кезде көп сөйлейді екенсің деп. Қандай атасы? Жақындап қалдық. Ата, жақындап қалдық дегеніңізге қанша болды уже, аяғым ауырып кетті. Келдік қой, міне осы жерде тұрамын мен. Анау точно үй ма? Бір әлі көп сөйлеп келатсың бар ғой, бағана айттым, осыған көп сөйлей берме деп. Ата, енді мен де қорқып жатырмын ғой, қаяқтан білемін, маньяк шығарсыз. Балам, қалай сөйлейсің үлкендерге? Қандай маньяк? Ата, енді ата, не ғой, мороженем қан менің. Сен бағана ғана айттың ғой, мороженеға бола көмектесіп жатқан жоқтың деп. Енді ата, бермейсіз ба не? Бермеймін, қайт үйіңе бар. Ойнап айтамын, күте тұр, қазір әкеп беремін. Қандай ата, өзіме приколист ата екен, күте тұр дедім, ладно, күтейін онда, мен яқта отырып. Ата, не істеп тұрсыз? Орта бір қазір әкеп беремін, ойланып тұрдым, қайқа қойған, ұмытып қалдым мороженемді. Жарайды, ата. Прикол ата екен өзіндегіші. Анау қашқан келеді, анау бағанағы шал. Бір шақырып бекер келдім, негіз ол келді. Балам, міне мороженый. Ата, мынау не деген дәу мороженый мынау? Натуре маған ба мынау? Саған арнайы өзім жасағам. Өзім жасаған болғанда мороженейді өзіңіз жасайсыз ба не? Қаяқта жасадыңыз ол мороженейді? Мынаяқтың бәрі шаң. Микроб емес па мынау? Балам, болмаса ұнамаса жеме ақ қой. Кете беремін мен өзім. Жоқ, ата, жеймін ғой. Бекер келмеген шығармын енді, жей салайын енді. Не ғой, сен жей берші, мен тағы да жұмыстарым істей берейін оған дейін. Мороженейіңді ал. Жарайды, болды, бара беріңіз, мен мороженейді жеп алайын онда, отырып. Мынаяқта отырып жеп алсам болатын шығар, давай, мен кеттім онда, өзің ас болсын жеп ал.
жарайды. Бірақ дәмі тәтті екен мынаның ше. Ням. Бітші. Негізі бар ғой ше, мына жерге егер ақшаға істейтін болсам, пайди мына жерге дейін таксимен келетін болса, мына шалдың ана заттарын такси бір 5 теңгеге алып келеді. Мен оны барып бір-ақ мороженеға бола тасып бердім ба, сонда мен лоқпақ қап тұрдым ғой бұл жерде я. Бір мороженеға бола алданып қалғаным ше. Жарайды, дәмі тәтті екен ше, бірақ. Так, мороженемді жеп біттім, болды, енді қайтайын мен барып үйіме. Чорта ше, басым ауырып тұр ма? Басым айналып жатқан сияқты менің бар ғой. Чорта өзімді жаман сезініп тұрмын ше. Маған тез үйге қайтып алу керек. Жат жолда ұйқым келіп ұйықтап қалсам тағы да. Тез үйіме, чорта басым ауырып жатыр. Йо-майо, көзім қарауыт. Не болып жатыр өзім маған? Так, балмұздағым өзінің әсерін берген сияқты. Қайырлы түн, балақай. Енді сен 2 сағат бойы үсті жататын боласың. Мынаның салмағы деген не деген ауыр өзі. Оған балмұздақ беріп, одан сайын ауыр қылып жіберіп, не деген ауыр ет мынау. Белім ауырып кетті ғой. Онсыз да ауырып жүрген белім. Сен осында жата тұр. Мен өзімнің жұмысымды аяқтап алайын. Қызыт саған күшті бір дәріні енгіземіз. Так, дәрім дайын болды. Енді саған дәріні енгізу ғана қалды. Так, болды, дәріні енгізіп болдым. Енді сен осылай тәтті ұйқыда жата бер. Мен оған дейін жұмыстарымды бітіріп қайтайын. Басым, мен қаяқтам өзі. Немене бәле мынау газ жап-жасыл. Басым қатты ауырып тұр. Қай жақтам өзі мен? Көзім ашып кетті ғой. Йо-майо. Қой мен деген кетейін. Немене бәле мынау? Йо-майо. Мынау не мынау? Дәрілер ма? Немене бәле өзі? Қаяқта жүрмін мен өзі? Йо-майо, қош кетешін яқтан. Йо-майо. Ей, тоқта. Есіме түсті, мен айтпақшы анау бір шалға көмектесем деп келіп едім ғой ана жаққа, я. Не істеген анау маған вообще? Йо-майо, мен біліп едім, что-то бірдеңе дұрыс емес екен, анау маған бір бәле істеген ба? Йо, қаяқта анау өзі? Жоқ сияқты ғой мына жақта. Йо-майо, басым ауырып отыр, қош қайта берейші үйге. Үйге қайтуды айтсайын, аяқтан алыс қазір жол деген. Йо-майо, қош кете берейші болыпты мен деген. Қазір аяқтан бір автобус бірдеңе табылып қалды. Шағат кеттім бар ғой, такси шақыру керек. Такси шақырайын десем, телефонды жоғалтып алдым. Йо-майо, аяқтан біреудің телефон сұрап алу керек онда уақытшаға ше. Кім бар аяқта өз түннің бір уақытында ешкім. Ана жақта бір қыз отыр ғой, содан сұрап алайын болмаса. Не ғой, қандас сізден бір нәрсе сұрасам бола ма өтініш? Құбыжық! Жасыл құбыжық! Ей, қандас, тоқтаңыз, қандай құбыжық? Көмектесіңдер, көмек! Қандас, қайға қашып баратсыз өзі? Жақындама маған, қазір полицияға хабарласам. Мынауың қуамай, құбыжық несі тағы? Жасыл несі вообще? Мен вообще жасыл емес ақ едім ғой. Кетші бар, көмектеспесең, бір телефонына жылап қалды ғой. Қуады ма? Не істеймін енді мен жалғыз өзімді аяқтама бір. Тоқташы айтпақшыдай, мен үйіме барып не істеймін? Мына жақта жақын жерде Нұрисламның үйі бар емес пе? Мен бүгін Нұрислам үйіне қона салайыншы ма? Как раз ол да үйіне келіп қалған шығар. Кешірім де сұрамадым, одан әлі мен бар ғой. Как раз кешірім де сұраймын. Вел тәк бітпесем болмайды. Ладно, жаяу бара берейінші онда. Осы жерге жаяу келдім ғой, до конца жаяу бара салайын Нұрисламның үйіне дейін. Ол үйіне келген шығар енді күні бойы адамдарға көмектесіп. Жарайды онда. Аяқ деген ауырып кетті ғой, ана жақтан жаяу келем деп. Нұрисламның. Мынаның үйі есігі әлі ашық тұр ғой. Анау үйіне келмеген ба? Немене бәле? Нұрислам. Нақтури келмеген сияқты ғой анау үйіне. Далада жүрген жоқ па случайно? Көреш? Жоқ, далада жоқ. Нұрислам, светтері же жанып тұр түннің бір уағында. Нақтури үйінде жоқ сияқты ғой. Яқта жоқ. Нұрислам. Анау үйіне әлі келмеген ғой. Нұрислам, немене бәле вообще хабар жоқ. Бір ол да бір қуатшы. Бір қартыда деп. Бірші. Не істеймін енді? Ол келгенше жалғыз өзім ұйықтай берейін ба или? Бірші. Болмаса сетеш қолымды жуып алайын бірінші мен деген. Тоқташ. Менің түрім. Йо-майо. Немене болып кеткен менің түріме жап-жасыл. Мен тоқташ. Айна. Өз көзіме өзім сенбей тұр. Мен халық айналып кеткен ба? Бәтірлі что-то денем бәсі күш
ішім тасып жатыр. Бірдеме төбелескім келіп тұр жай. Халық айналып кеткен мен сонда немене бәле? Сонда тоқта. Нұрислам өрмекші адамға айналып кетті. Мен халыққа айналып кеттім. Мен жоқташы мен вообще қалай халыққа айналып кеттім мен түсінбедім. Тоқта. Бағана ана лабораторияда жап-жасыл бірдеңелер шығып атты ғой. Бағана ақша алмаған бірдеңе істеген пайды содан мен осылай халыққа айналып кеттім ау деймін ше. Білбедім что-то сол бірдеңе бар екен. Бірақ пайды. Тоқташы оның несі жаман бірақ. Зато мен халықпен күшім көп болады. Зато өрмекші адам екеуміз бірге қаланы құтқаратын боламыз жауыздада. Күшті ғой мен де супергерой болдым ба сонда? Тоқташы бірақ супергерой болғанда ше бірінші мен Нұрисламды іздеп табайшы ол. Қайқа кетіп қалған? Вообще үйіне келмеді ғой бүгін деген. Или мен жоқ кезде келіп кетіп қалды ма қайттан? Бітшін. Болмаса бар ғой ше мен Нұрисламды өзім іздеп келем ау деймін ше. Қайқа кетіп қалды ол бала деген қаңғырып бүткіл қаланы құтқарып болатын уақыты болды ғой бірше. Не только бүткіл қаланы бүткіл әлемді құтқарып болатын уақыты болды ғой. Қайқа кетіп қалды ол деген. Өзім іздеп келмесем жарайды енді. Или адасып кеттім екен. Прикол ғой. Жарайды іздеп келейін онда. Қандай видео салсам да рекке кірмейді. Болмаса ютубта тастай салам ау деймін. Мынау Нұрислам аға емес па? Неге жалғыз өзі мұңайып отырды, қазір сұрап көрейінші. Нұрислам аға неғып мұңайып отырсыз? Неге мұңайып отырсың дейсің ба? Мен сол ютубқа тырысып күнде видео салып жүрмін, бірақ ешқандай видеом лайк, комментарий, подписчик жиналмайды. Енді сәл күтсеңізші, активіңіз көтеріліп қалатын шығар мүмкін. Ой, қойшы, күтіп шығардым уже, ютубты тастаймын мен. Тоқта, осы видеоны көріп отқан адам лайк басып, комментарий жазып кетсейші, ютубты тастамайсың ба? Ой, қойшы, лайк басып, комментарий жазған күннің өзінде маған ешкім тіркелмейді ғой. Білесің ба, 95% адамдар менің видеомды тіркелмей қарайды ғой. Енді айтсай, осы видеоны көріп отқан адамдар лайк басып, комментарийға Нұрислам аға ютубтан кетпеңізші деп жазып, сосын тіркеліп кетсе, ютубтан кетпейсің ба? Енді тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отса, конечно, кетпеймін ғой ютубтан. Вот көресің ғой, осы видеодан кейін адамдардың барлығы саған лайк басып, комментарий жазып, каналыңа тіркеліп кетеді. Білмеймін, бәрібір қолдамайтын сияқты мені ешкім. Бірақ егер осы видеоға 5000 лайк жиналса, келесі видеоны сразу шығарамын.